enfoirés. Plus jamais tu me déclives. Un million d'albums. Рахмет, тамаша. Ассалаумағалейкум. Не деген қошемет ағайын, той құтты болсын! Рахмет, ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш жаса, қадірлі ханымдар мен мырзалар. Аллаға шүкір, бүгін еліміздің оңтүстік астанасы арайлы Алматы қаласының төрінде кешегі хандар құттықтасып билер билескен алып шаһар Алатаудың бөктерінде сондай бір айтулы күн. Аңсарымыз ауып күткен Қайрат пен Әселдің салтанатты кешіне баршаларыңыз қош келдіңіздер ағай. Рахмет, бүгінгі салтанатты кештің төрінен құрметті ханымдар мен мырзалар, біздер орын алғанмен 1000 жылдыққа серттескен біздің жаңа құдаларымыз әлі ортамызға енген жоқ. Рұқсат болса, орнымызда отырып қарсы алғанымыз жарамас. Баршамыз тікемізден тік тұрып, жаңа құдалар делегациясын сондай бір сән салтанатын жарастырып, Тебірен ансамблінің сүйемелдеуімен қарсы алайық. Жаңа құдалар келе жатыр ағай. Бүгінгі кештің басты себепкерлерін Қайрат пен Әселді құрмет қошеметпен қарсы алайық ағайын. Қос ғашық келе жатыр. Байқамайды екеміз, Қайрат, Әсел, бақыт деген екеуіңіз. Екеу қоста құлақта, жүрек жалғыз бірақта. Сондықтан да сол жүрек елегізіп елі жүреп, тыңдасам деп лебізін іздейді екен ектін дейді. Аллаға шүкір ардақты ағайын, егіз аққу бір-бірін тапты. Махаббат атты айдың көлде өздерінің болашақ бағыттарына қарай қадам басқалы тұр. Қол ұстасқан қос ғашықтың тұғыртасы мықты, қуаныштары құтты болсын деп алақан соғып той төріне жайғастырамыз. Қайрат пен Әселдің құрметіне қатыра қалаға соғайық. Құдірет күші әлдейлі. Еліңіздер құрметті ханымдар мен мырзалар, той төрінен орын алыңыздар. Сән салтанатын жарастырып, біз бүгінгі кештің басты себепкерлерін қос ғашығымызды ортамызға алдырдық. Енді рұқсат болса, біз қазақ кез келген жиынның басын, отырыстың басын бисмилля деген сөзбен бастайды халықпыз. Рұқсат болса, әулетіміздің үлкені, көшеміздің көріктісі Мұхаммед Кәрім ағамызды ортамызға шақырайық, салтанатты кешіміздің ақ батасын алайық. Мұхаммед Кәрім ағамызды. Рахмет, Мұхаммед Кәрім аға, жайғасыңыз. Міне, көңіл күй деген осындай болу керек ағай. Сән салтанатын жарастырып, әдемі ақ батамен уралап кешімізді бастап берді. Рұқсат болса, жайғасыңыздар. Алдарыңыздағы астан дәмнен алыңыздар. Бұл қазақтың тойы ақ батамен басталады, ол ортаға әзілдер тасталады. Астан алып сусыннан ішіңіздер ағайын. Жаманнан жарты қасық ас қалады. Тойдың көркі әрине тамад емес, тойдың көркі қонақтың қасқы бағы дейді. Билейміз ба десем, әкесін танытамыз деді. Неге десем, институтта бірге біз оқығанбыз, сол үшін бүгін тойды көтереміз деді. Өздері айтты, өздері қойды. Қазір тексеретін боламыз. Міне, үшеуіңіз бірге үшеуіңіз. Міне, дос мұғасам, кеш ютуба десең. Міне, рахмет. Қалай ойнады ағайын? Ұнады ма? Көңілді шықты ма? Саған жатты сенің көңіл, сыйға берген көз моншағың, көзге түссін сенен бұрғы. Көз моншағың қолындағы, көз моншағың үзіліпті. Қарақат көздеріңе көрмегендер қызығыпты. Маған деген бас көңілің әлде кімнен бұзылыпты. Өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады деп айланып ұялғандай өзіңе. Еркінбекті өзіміз көп асабалардың ішінен таңдап алғанбыз. Андай сөйлеу манері, стилі басқаша екен да, өзін ұстауы, жаңағы жоғарғы деңгейде көп қарадық біз асабаларды. Еркінбек, саған үлкен алғыс, табысты бол, еңбегің жемісті болсын, осындай үлкен тойлардың ортасында жүре бер. Өзі жап-жас 25-ке жақында ғана тол, бірақ осындай үлкен жауапкершілікті бойына алып,
тойларды басқарып жүреді, халықтың алғысын алып. Үлкен рахмет саған. Садық. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, мен осы бір сәтте өзімді бір таныстырып кетейін. Бүгінгі салтанатты кеште текемізден тік тұрып, қызмет жасаған сырдың елі, жырдың елі, Жаңақорғанның жарқын жігіті Еркінбек Шанжархан деген ұлдарыңыз мен болам. Маған да бір қошемет болса.